Мен Мухиддинова Гүлжахан Мамирхановна, Түркістан облысы Созақ ауданы Самал Бөбекжай бақшасының меңгерушісі боламын. Өткізіліп жатырған онлайн курстың қатысушы болғаныма қуаныштымын. Ізгілікті ұстаздарды қалыптастыруды мақсат еткен Дарын Тиче орталығының ұйымдастыруымен өтіп жатырған халықаралық білім беру саласындағы озық тәжірибелерді, әдіс-тәсілдерді меңгертуге арналған курсымыз өз мәресіне жетіп келеді. Осы тұста орталықтың барлық қызметкерлеріне, әсіресе кураторымыз болған Рамина ханымға үлкен рахметімді білдіремін. Күнделікті уақыт-уақытымен, сағат-сағатымен әрбір тыңдарманын іздеп, әрбір ұстаздың уақытында сабаққа енуін, тестке дұрыс жауап беруін, тестті уақытында аяқтауын талап етіп, күн сайын қоңырау шалып, күнделікті әртүрлі сообщениелер жіберіп отырған қызметкерлердің бұл өз ісіне деген тыңғылықты жауапкершілігін, олардың жұмысына деген дайындығын көрсетеді деп ойлаймын. Курс барысында бізге дәріс өткен спикерларымыз бөлек бір әңгіме. Олардың білімділігі, сауаттылығы, аудиторияны баурауы, тілдерінің жатықтығы сүйсінтеді. Және де өмірлік тәжірибелерін бала және ұстаз тәрбиелеуге бағытталған әрқайсысының еңбегі ерекше. Қарап отырып, сүйсінеп отырып, бүгінгінің Ахметі, Мағжаны, Жүсіпбегі осы кісілер ме деп қаласың. Сол үшін оны осындай қазақтың ұлдары барын мақтанадай етеміз. Қаншама ақпарат алдық, қаншама білім көкжиегіндегі әдіс тәсілдерді меңгеріп жатырмыз. Бұл үлкен бір ауқымды іс болды деп ойлаймын. Ендігі кезекте Дарын Тиче орталығының алдағы жұмыс жоспарына айтар ұсынысым бар. Қабыл аларсыздар деген ойдамын. Байқағандарыңыздай қатысушы 1400-ден аса ұстаздың басым көпшілігі мектеп ұстаздары. Олардың көпшілігі арнайы деңгейлік курстан өткен жандар. Және олардың түсінуі, қабылдауы, тестте жоғары көрсеткіш көрсетуіне олардың алдын ала дайындықтарының болғандығы себеп деп ойлаймын. Осы тұста мектепке дейінгі ұйым педагогтарына арналған алдағы уақытта осындай онлайн курс өткізгендеріңізді қалаймын. Біз де шетелдегі өз әріптестеріміздің озық тәжірибелерін оқып, білгіміз келеді, қолданғымыз келеді. Сонымен қатар қатысып отырған ұстаздардың ойында ұшқын, жүрегінде жалын, ал оның практика жүзінде баланың сабағында қолданған қаншалықты екенін көру үшін осы әдістерді пайдаланып, арнайы сабақ жоспарларынан конкурс ұйымдастырғандарыңызды сұраймын. Конкурс нәтижесінде үздік сабақ жоспары деген арнайы жинақ шығаруға болады. Сол жинақ арқылы қаншама ұстаздар өзіне қажетті дайын сабақ үлгілерін, жоспарларын көрер еді. Бұл әрі үй тапсырмасы, әрі кері байланыс болар еді деген ойдамын. Барлықтарыңыздың еңбегіңізге рахметімді айта отырып, алдағы уақыттағы еңбектеріңізге жетістік, толағай табыс тілеймін. Рахмет.